Егер де сіз өзіңізді еріккен, жалыққан деп есептесеңіз, онда сіз еріккен, жалыққан адам емессіз. Өйткені оның көкесі Европада болып отыр екен. Біз мысалы өзіміз қазақ болғаннан кейін атқа мінеміз, балаларымызды атқа мінгіземіз, атқа мініп шабамыз енді. Енді атпен бүткіл нәрсені істейміз, аттың оны жейміз, мысалы. Барлық нәрсені істейміз. Ал европалықтар не істейді? Еріккен соншалықты хобби хорсингпен айналысады. Бұл не дейміз ғой? Біз баяғыда атқа мінеміз деп бала кезімізде не істеуші едік? Бір таяқты алып, бұтымыздың арасына тығып, чү деп қойып ойнаушы едік қой мысалы. Шапқылап, тік деп қойып. Тура сол нәрсені кәдімгідей хобби ретінде европалықтар қолданады екен. Сонымен ойнайды екен. Ойлаңызшы. Сіздің үйіңіздегі, немен айналысып жатсың, не істеп жатсың деген балаңыз кәдімгі бірнеше жасап жатыр екен ғой. А олар болса, көрдіңіздер ме? Қандай дүниемен айналысады. Бұл дегеніміз масқара. Адамның даму деңгейі соншалықты төмен түсіп кеткен ғой. Ойлаңызшы. Мен білмеймін, оларда ат жоқ па, атты аяй ма мінгенге. Мен түсінбеймін оларды ше. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір дейік. Біз осындай елде тұрып жатырмыз. Біздің ауылда да, қалада да мінетін аттарымыз бар. Шабатын жылқыларымыз бар, жейтін малымыз бар, Құдайға шүкір. Сондықтан да құрметті қазақ елі жай бір әңгімені қойып, жай бір тірліктерді қойып, реальный істермен айналысайық. Европадан керек дүниемізді алайық, керек емесін тастайық.